Естеріңізде болса, біздің канал Түркістан қаласындағы мемлекеттік жер актісі мәселесі бойынша арнайы репортаж жүргізген болатын. Репортаж барысында қала әкімінің орынбасары Мұсаев Тәжібек мырзадан сұхбат алған едік. Өтініш иесі өтінішті қала әкіміне бұл жер архитектураға барып жер таңдау актісін алып, одан кейін жер қатынастары бөліміндегі комиссияда қарап қабылдайын дейді. Бұл жақта құзырланып жатады дейді құжатта. Құзырланғанда бұл жерде жаңағы айтқан қабылдайындағанда қаулының артында көрсетейін, міне мен 7-8 адам құзырланады мүшелері, әкімдік мүшелері. Құзырланғаннан кейін ең соңында жаңағы қала әкімі қол қояды қаулыға. Бұл неше уақыт жатады құзырлануда? Неше уақыт болғанда ол жерде негізі мерзімі бір айдың көлемінде шығу керек қой, бір айдың көлемінде қаулы шығару. Алайда өз сөздеріне өз іс-әрекеттері қарама-қайшы келгеніме білмедік. Редакцияға екінші топ мүгедегі Әбдірайымов Бахадыр деген азамат келіп арызданды. Сөзінше бір жылда мемлекеттік акт алуда кадастр 3 рет қателік жіберген. Қателете тұра кешірім сұрап заңды мемлекеттік жер актісін жасаудың орнына екінші топ мүгедегін сергелдеңге салып қойған. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Мен Әбдірайымов Бахадырмын. Қазбек би 118-де тұрған Түркістан қаласында. Инвалидпін, 2-ші группа. Өткен жылы апрелдің 26-тан өкіметтің госактын алуға жеріме өзім тұрған үйге госакты алу үшін әрекет қылдым. Міне қазір бір жыл 2 ай болып жатыр, ал документім дайын болмай жатыр. Фактически өзім госактым бар еді. Госактым үйсізі регистрация қылмады. 151-ші әкімнің, Түркістан қаласының әкімінің приказы күшіні жойған деп, сосын қайтадан істетіп атқан еді. Міне бір жыл 2 ай болды, қымырламай жатыр. Земельныйге өткізген земельный комитетке, земельный комитет әкімшілікке кетті деп айтады. Сондағы жүріп бір жылға жақындап қалғанда қолыма документті қайтарып берді. Істелмеген, барып госакты ала беріңіз деді. Ашып қарасам істелмеген. Қайдан өткізіп кетті. Міне одан кейін 2 ай өтті. Қазір документ дайын болмай жатыр. Әкімшілікте зам әкім Мұсаев Тәжібекке бардым. Қабылына 2 рет бардым. Болды, жақында бітеді, бара беріңіз деп шығарып жібереді, ештеңе бітпейді. Земельныйда Алмас деген жігітін қойып қойған, оңа жолықтым. Бастығы да Әшірхан деген бастығы бар, оған да кіріп шықтым. Конкретно бітіп атқан жоқ. Әне келің 15 күннен кейін, 1 аптадан кейін дейді, 2 айдан кейін дейді, барып қайта берем, жұмыс жоқ, ештеңе. Қазір документім қақта екенін де білмеймін, ашықша айтса. Құжатыма госакты алуым керек, соға әкімшілік решение шығату керек, қаулы шығату керек екен. Қаулы шыққан кейін мен соңғыдан госакты алуым мүмкін. Болмаса шықпаса аламаймын. Агар со документін апарып соңғы өткізетін болсам, қайтадан жарамайтын 151-ші әкімшілігін решениесіге туылып шығатар екен, хата шығар екен. Маға қайтадан решение шығатса, сонда болар екен. Осы мәселе бойынша қала әкімі орынбасары Мұсаев Тәжібек мырзадан сұхбат алып, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз.